Мына жерден қашан шығады екенмін? Бітіретін шаруаларым да көп. Бұл жерде жатып есімнен адасып кететін шығармын. Тіпті мен бұл жерде бір жыл жатқандай күн кешудемін. Ең бастысы, кристалымды жөндесем жақсы болар еді. Мені танымадың ба? Бұл атамның досы Каяма ғой. Я, Каямата. Каямата! Каямата, бұл жерге қалай кірдіңіз? Ол енді ұзақ әңгіме. Каямата, мені қалай таптыңыз? Мына атаңның маған сыйлаған балығының арқасы. Осының арқасында сенің қайда жүргенің жайлы көбірек біле аламын. 10 жыл болды, әлі жұмыс істеп тұр. Бұл қалада дүкендер көп екен. Ешкім аш жүрмейтін шығар, Ал біздің ауылда тек бар ғана дүкен ғой. Оның үстіне көгеріп кеткен нандар сатады. Айтпақшы ата, менің сізге айтарым бар еді. Яғни, мына кристалыма қараңызшы. Бұзылып қалған секілді. Сегун қайта оралыпты ғой. Сегун деген кім тағы? Біле білсең, сенің кристалыңның ішінде тағы кішкене маржан тас бар. Яғни сол маржан тасты кристалға қайта салмасаң, жылдан жылға кристалдың күші азая түседі. Жағдай өте қиын екен. Сондықтан балам, Сегунды жеңуіңе тілектеспін. Сәттілік балам. Не? Жаңа ғана келіп еді ғой. Қайда кетіп қалды? Бұзылып қалды ма? Қап! Ей, бауырым, тоқтап кетші. Кешіріңіз, маған көмектесе аласыз ба? Ей, сен кімсің тағы? Не істемекшісің? Керемет жұмыс, Рей. Сонымен 2000 көлеңке әскер дайын. Самусудың көзін жоятын уақыт жақындады. Олай болса жолға аттана берейік. Самусудың өлі денесін көруге асықпын.